желтоқсан бізге хаттар легі көшіпті, оқи кетсеңіз. Сәлеметсіз жаңа ФМ, кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңіз бейсенбі күні сәтті өтсін, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін, әрқашан жүздеріңізден күлкі кетпесін, бақытты болыңыздар, әрдайым сәттілік серіктеріңіз болсын. Бүгін Павлодар қаласынан сәлем жолдап жатыр екен. Төреғали Төреәлінің бір жақсы әні болса қойып берсеңіздер деп өзінің өтінішін білдірген екен. Алдағы уақытта біздің күйсандықта болса міндетті түрде сіздердің құрметтеріңізге қойып беретін боламыз. Бізде осы FM атынан, ұжым атынан сіздерге де денсаулық тілеймін. Жалпы бізге осындай жылы сөздеріңізді, лебіздеріңізді білдіргендеріңізге рахметімізді білдіреміз. Және де 2751 номерінен де бізге хат жазыпты. Желтоқсан айында туған туыстарыма айтып қойған едім, қашан береді деп сұрансаңыздар. Яғни бұл 10 күндікте туған күні екен, соған қашан ақша беріп деген сияқты өзінің лебізін білдіріпті. Жалпы рахмет айтамыз бұл кісіге. Жалпы желтоқсан айында туған күн иелерінің легі қарап отырсаңыз өте көп екен. Жалпы енді адамның мінезі, адамның туған мезгіліне байланысты деген пікірмен қатты келісе бермеймін. Себебі осы желтоқсан айында, жалпы қыс айында туған жандардың көбінің мінезі жайдарма, шуақ, немесе әртүрлі болып келеді. Сол үшін жаңағы кейбір жандар